Қайырлы күн, құрметті YouTube каналындағы оқырмандарым, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде ерекше тақырып бұл мемлекетімізде қабылданып жатқан дұрыс емес заңдар. Менің ойымша бұл заң бүгінгі айтатын заң дұрыс емес. Ал енді сіздің ойыңызша дұрыс па, жоқ па, оны мен комментарийде оқып білетін боламын. Видеоны толық көрген соң сіздің пікіріңізді күтемін. Ең алдымен төменде подписаться кнопкасын басып тіркеліңіздер. Және кез келген жерде менің каналымдағы видеоларды көріп, өз құқықтарыңызды қорғайтын боласыздар. Сонымен, бізде қазір 2020 жылдың шілде, тамыз айларында қандай заң қабылданбақ? Бұл міндетті медициналық сақтандыруға қатысты. Баршаңызға мәлім, бізде міндетті медициналық сақтандыруға жұмыс істейтін адамдардан ұсталады ақша, және жұмыссыздар, егер жұмыссыз ретінде тіркелсе, оларға мемлекет төлейді. Декреттегі аналарға және 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекет төлейді. Олар застрахованный, яғни сақтандырылған болып есептеледі. Мәміз, осы емес туралы кетіп жатыр тема, егер түсініксізде болып жатса. Қараңыздар, бізде қазір осы емес системасы бойынша біз өз жалақымыздан жұмыс істейтін адамдар 2%-дан төлеп отырмыз. Әрі қарай бізге қосымша тағы жұмысшы төлейді. Нәтижесінде бұл ақшаның барлығы бір қазанға түседі. Және біз ауырып қалған жағдайда УЗИ-ді, МРТ-ні, немесе КТА дейді, өзге де анализдерді осы еместің ақшасына тапсырамыз, яғни тегін түрде. Біз, Құдай сақтасын, ауырып барған кезде, егер сізге МРТ қажет болса, сіздің участковый терапевтіңіз сізге тегін жолдама беру керек. Неліктен? Себебі сіздің статусыңыз сақтандырылған. Міндетті медициналық сақтандыруыңыз бар деген сөз. Ал енді осы категориядағы адамдардың ішінде өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ететін адамдар бар. Яғни бұлар самозанятый деп аталады. Мүмкін таксист. Ол еш жерде ресми түрде жұмыс істемейді, еңбек шарты жоқ, ол таксист болып жұмыс істейді. Немесе етікші, аяқ киім тігеді. Олар ИП ретінде тіркелмеген, себебі өздерінің табысы, жылдық табысы ИП ретінде тіркелуге міндеттемегендіктен тек қана ай сайын бірыңғай жиынтық төлем төлеп отырады. Единый совокупный платеж. Бір МРП, бір айлық есептік көрсеткіштің көлемінде 2917 теңге. Яғни бұл адамдар ешкімде жұмыс істемейді, бірақ өз кәсібімен айналысады. Дегенмен олар кәсіпкер ретінде, ИП ретінде тіркелуге міндетті емес, себебі табыс көзі ондай дәрежеде үлкен емес. ИП ретінде тіркеліп, отчет тапсырып, тағы басқа шығындарын төлеп жүрмейді, тек қана ай сайын бір МРП төлейді. 2917 теңге. Және осы 2917 теңгенің ішіне мына төртеуі кіреді. Бірінші бұл зейнетақыға төленетін міндетті жарна, сонымен қатар ИП-н, яғни біздің табыс салығы, әлеуметтік төлем, социальный отчисление және міндетті медициналық сақтандыру. Барлығы 2917 теңгенің ішіне кіреді. Демек, өзін-өзі кәсіппен, жұмыспен, ақшамен қамтамасыз етіп отырған адамдарға бұл өте ыңғайлы. Себебі егерстен олар ИП ретінде тіркелетін болса, жеке кәсіпкер ретінде бұл төлемдер әлдеқайда көп шығады. 4 төлем 2917 теңгеден әлдеқайда көп шығады. Енді бұл 2917 теңгенің ішіне міндетті медициналық сақтандыру кіреді дедім. Бірақ біздің елімізде жаңа қабылданатын заңға сәйкес 2025 жылдан бастап өзін-өзі жұмыспен қамтитын адамдар алдын ала 12 ай бұрын ең төменгі жалақыдан 5% өзіне міндетті медициналық сақтандыру жарнасын төлеуге міндетті болмақ. Есептейік, қазір 2021 жылы бізде ең төменгі жалақы 42500 теңге, 5% 2125 теңге. Және мұны өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адам алдын ала 12 айға төлейтін болса, ол 25500 теңге шығынды білдіреді. Қазір өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ететіндер тек қана бірыңғай жиынтық төлем жасайды. Бір МРП 2917, оның ішіне барлығы кіреді. Және ол ауырып қалған жағдайда емханаға барып, ауруханаға барып, осы емеске 2917 теңге төледі ғой. Соның нәтижесінде осы ақшаның ішіне кіргендіктен осы емес, ол тегін емделе береді. УЗИ, МРТ 15000 теңгелік, өзге де осы емделуге қандай шаралар жасауға қажет, қандай анализ тапсыру қажет, осының барлығын тегін өтуге құқығы бар. 2917 теңгемен ай сайын. Бірақ 2025 жылдан бастап осы өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адамдарды да бөлек медициналық сақтандыру жарнасын төлеуге міндеттемекші. Және оның көлемі алдын ала 12 айға төлену керек. Қазіргі минималды ең төменгі зарплатамен есептесек, ол 25500 теңгені құрайды. Мен неліктен бұл заңды дұрыс емес деймін? Себебі, бірінші, өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған адам минималды айлықтың көлемінде табыс таппауы да мүмкін. Қабылданатын заңға сәйкес, ол медициналық сақтандырудың жарнасын ең төменгі жалақының мөлшерінен 5% көлемінде төлеу керек.
және соны 12-ге көбейтеді, әр айға 5%-дан. Бірақ оның табысы оған жетпесе несіне төлейді? Бұл бір. Екіншіден, егер осы медициналық сақтандыруды төлеген, өзіне өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген адам болашақта жұмысқа кіріп кетсе, жұмысқа орналасса, яғни қазір ол таксист болып жүр, айына 2125 теңгемен алдын ала 12 айға төлеп қойды, 25500 теңге. Ол жұмысқа орналасқан жағдайда оның ар жағындағы 10 айының ақшасын қайтарып береді ме, жоқ па? Себебі ол жұмысқа орналасқан жағдайда еңбек шарты бойынша одан тағы да 2% төленіп отырады ғой. Сонда ол бір ғана периодқа жаңағыдай 2 рет төлеп отырады ма деген сұрақ туындайды. Себебі ол 12 айдың төлемін алдын ала төлеп қойды, өзін өзі жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген кезде 2 айдан кейін жұмысқа орналасты және оның зарплатасына тағы да 2% ұстап отырады. Сонда біздегі фонд страхования, яғни сақтандыру бойынша қор кәдімгідей бір байып қалатын болды ғой, шыны керек. Үшінші жағдай, неліктен келіспеймін? Алдын ала 12 айға төлеген адам өмірден қайтса, қалған ақша қайда кетеді? Қайтарылады ма, жоқ па? Бұл белгісіз. Демек, бұл заң өзін өзі жұмыспен қамтитын адамдарға өте тиімсіз. Себебі адам білмейді әлі 12 ай өмір сүреді ме, жоқ па? Ол неге алдын ала төлеу керек? Әлі алмаған дүниенің ақшасын алдын ала төлеп тастау керек. Немесе ол ертең басқа жұмысқа орналасуы мүмкін, ол жерде тағы қосымша 2-ші рет төлеп отырады. Менің ойымша, бұл заңның әлі де шикі тұстары бар. Сіздер егер менің айтқандарыммен келісетін болсаңыздар, немесе өзге де пікірлеріңіз бар болса, төменде комментарийге жазыңыз. Сонымен қатар ескерте кетейін. Елімізде қабылданып жатқан заңдарды сіз мына сайттан оқып танысып, қосымша оған өз пікіріңізді білдіре аласыздар. Legal Acts деп аталады, мен мұнда видеоға жаздым. Осы сайтқа кіріңіздер, үнемі жаңа заңдармен танысып отырыңыздар. Бұл сайтқа кірген кезде әртүрлі бөлімдер бар. Білім, денсаулық, отбасы деген сияқты бөлініп көрсетіледі. Және ол жерде жаңадан қабылданып жатқан, талқыланатын заңдардың проектісі шығады, жобасы. Сіз ол жобаны алдын ала оқып, Қазақстан Республикасының құқықтық сауатты азаматы ретінде өз пікіріңізді білдіре аласыз. Видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, подписаться кнопкасын басып каналға тіркеліңіздер, төменге өз пікірлеріңізді осы заңға қатысты жазыңыздар, және бұл видеоны таныс туыстарыңызға таратыңыздар. Аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.